Карантин прошел под пристальным присмотром медперсонала и главных специалистов Казахстана. Получается, как вам уже известно, нас разместили в многопрофильной больнице, проводили все виды анализов на выявление коронавируса. Вам уже известно, результаты отрицательные. Такого ажиотажа и паники в городе или драки за последний кусок хлеба, такого не было. Жоқ, міне бетперде, Аллаға шүкір, бізде коронавирус жоқ біріншіден. Соны білуіміз керек. Екіншіден, бетперде ауырған адамға керек. Ауырған адамға керек. Өйткені ол жөтелгенде, жаңағы түшкіргенде қасындағы адамға жұқтырмау үшін. Адам таза ауамен демалу керек. Бетпердені артып тастап, әсіресе жас, күші бар адамдарға ондай бетперде киген дұрыс емес.